Сәлем достар, бүгінгі түс шору шығарылымында түсіңізде ауылыңызды көрсеңіз қалай жорлады? Ең алдымен каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде ауылды көрген болсаңыз, бұл сіздің өміріңізде кейбір оқиғалардың болатынын білдіреді. Түсіңізде ауылды қалай көргеніңізге және түсінде қандай оқиғалар болғанына байланысты гүлденген немесе кедей болашақты көрсетуі мүмкін. Түсіңізде жаз болса және ауылда жасыл өсімдіктер көп болса, сіздің жоспарыңыз орындалады. Қысқы ауыл қайғыны білдіреді. Тастанды ауыл өмірдегі қиындықтар, қиын қаржылық жағдайды білдіреді. Туған ауылыңыз күтпеген жаңалық болады. Егер сіз түсіңізде ауылдық жұмыстармен айналыссаңыз, бақша отырғызсаңыз, немесе мал бағып жатсаңыз, мұндай арман өмірде жақсы өзгерістер болатынын айтады. Түсіңізде ауылда басқа адамдар жұмыс істеп жатқанын көрсеңіз, жақын арада сіздің қаржылық жағдайыңыз өзгерту мүмкіндігі болады. Үйлері нашар ауылды көру ақша жымқыруды білдіреді. Ауылды алыстан көру бұлыңғыр болашақты білдіреді. Ауылда тұру гүлденген болашақты білдіреді. Егер сіз жұмыс істемейтін ауылды көрсеңіз, сізді күмән мен жағымсыз ойлар азаптайды. Ауылды аралау, жақын адамдар туралы ойлау, уайымдау. Түсіңізде үйлер әдемі және көп болса, онда ол байлықты және бақытты өмірді білдіреді. Түсіңізде ауылды аралап жүргеніңізді көрсеңіз, жақын арада сіздің өміріңізді жақсарту мүмкіндігі болады. Достар, осымен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.